Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарда толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Маңғыстау облысында ауыл тұрғындары аштық жариялады. Бүгін наразылықтың 4-ші күні. Жетібай ауылының жұмыссыз тұрғындары мұнай саласында жұмыс беруді талап етіп отыр. Бұған дейін олар мұнай өндіретін кәсіпорынға баратын жолды жауып тастаған. Аудан басшылығы Жетібай тұрғындары бос орындарды бөлуге артықшылық беруді талап еткенін хабарлады. Олардың ойынша, бос жұмыс орындарының 70% оларға, ал қалғаны басқа ауылдарға бөлінуі керек деп жазады Лада. 29 наурыздан бері аштық жариялау түріндегі наразылық акциясын өткізуге 13 өтініш түскен. Өтініштер мемлекеттік органдарда қарастырылып жатыр. Бірақ тамақтан бас тартумен байланысты мұндай әрекеттер заңмен реттелмейді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.